Домбыраға қол соқпа, шымырлатып бір-бірлеп, жүрегім соқпа кел, тоқта жас келер көзге жүрлеп. Қайғылы көңлім қайдағы, бұрынғымдау жаңғыртар, қайраттап алып бойдағы. Амансыз ба көрермен? 1845 жылы дәл осы жерде ұлы дала кемеңгері, ақын, философ Абай атамыз, яғни Ибрахим Құнанбайұлы дүниеге келген. Басың бос, қайғысыз ойсыз мас күнің, кімді де көрсің бір ай дос. Махаббат қызық мал мен бақ, көрінуші дай дос қортақ. 2020 жыл Абай атамызға 175 жыл болды. Осы атаулы мерекеге орай бұл жерге де күрделі жөндеу жұмыстар жүргізілген. Яғни мінекей 45 ақ осындай мәрмәр тастар қойылған, яғни Абай атамыздың 45 қара сөзіне байланысты. Мінекей біреуін оқып берейін. Бұл таста Абай атамыздың даналық сөздері, нақыл сөздері жазылған. Яғни 3 тілге аударылған: қазақ, орыс, ағылшын. Қазақ тіліндегісі ол латын қарпімен жазылған. Күйлі адам баласын қор қылатын 3 нәрсе бар. Сонан қашпақ керек. Әуелі надандық, екіншісі еріншектік, ал үшіншісі залымдық деген. Көлеңке басын ұзартып, алысты көзден жасырса, күнді уақыт қызартып, көкжиектен асырсай. 167 шақырымды артта қалдырып, Жидебай ауылына келіп жеттік. Енді былай қарай тура 11 шақырым жүрсек, сол ауылға да жетеміз. Ол ауылда Абай атамыз тұрған, және тұрған үйі бар, және шәкәрім мен Абай бабаларымыздың кесенесі орналасқан. Өмір тұр, тоқтатсаң 90 көндірме, арттағы майда көңіл жүр, жалынсам қайтып келер ме? Мінекей құрметті көрермендер, әупірімдеп әйтеуір дегенде Абай атамыздың үйіне де келдік. Абайдың музейі, үйі. Енді міне сол үйдің ішімен таныс болайық. Бізбен бірге болыңыздар. Абай музейінде осындай тамаша әндер орындалды. Абай атамыздың ән жинағынан бір рухани байып қаласың осындай өлеңдерді естіген кезде. Әсіресе осындай жерде мінекей алдарыңызда арба тұр. Бұл арба, айтайын мен сіздерге, біз Семейден осы жерге келгенше бір 2 сағатқа жетпей келдік. Ал осы арбамен кезінде Абай аталарымыз Семейге 3 күн жүрген. Ойлаңыздаршы, 3 күн далада түнеп, 3 күн дегенде Семейге жеткен. Сәлеметсіздер ме? Хош келдіңіздер. Абайдың музейіне бірінші бөлмесі ас бөлмесі, жоғары шығыңыздар. Бұл бөлмесі Абай Құнанбайұлының ас бөлмесі. Бұл жер Жидебай деп аталынады. Абай Құнанбайұлының әкесі Құнанбай Өскенбайұлы бұл жерді 1840 жылдан бастап иеленген. Енді кейіннен Аға Сұлтан болып тұрған кезінде осы жерден қыстау үй салдыртқан. Кейіннен өзі Қажылыққа барып келгеннен кейін бұл қара шаңырақты кенже ұл Оспанға беріп, өзі Ақшоқ деген жерге көшеді. Оспанның 3 әйелі болады, бірақ Оспан ертерек қайтыс болды, 39 жасында. 3 әйелін қазақтың әмеңгерлік салтымен 3 аға салған. Соның ішінде Еркежан деген бәйбішесін Абай Құнанбайұлы алды. Еркежанды алғаннан кейін 1895 жылдың көктемі шыға 30 жігітті жалдап, қаладан материалдарын алдыртып, өз жобасымен осы үйді салдырған. Кейіннен аласапыран кездер болды, кейбір қабырғалары құлап бұзылып қалды. Енді Абайдың 125 жылдық мерейтойының қарсаңында осы жөндеу жұмыстары жүргізіліп, осы қалыпқа келтірілген. Бірақ ешқандай Абай Құнанбайұлының жобасын өзгертпейді, сол қалпын сақтайды. Төбесін жабылу, фундамент, биіктігі, көлемі, есігі, терезесі бәрі сол қалпында сақталған. Жалпы музей 8 бөлмеден тұрады. 3 қабырғасы ғана таспен қалған қабырғалар саман кірпіш. Енді осы тұрған бөлмелеріңіз ас бөлмесі. Өз үй оңашада бала шағасымен ғана болғанда тамақты осы бөлмеде ішкізеді, ал қонақ келгенде қонақ бөлмеде бергізеді. Пеш салғызғанда қаладан арнайы пеші шеберлерді алып салғызған. Бұл пештің қос қазандығы бар. Үстіңгі тұрғанды карнизидан 2 тесікті бу тартпа дейді.
Қайнағанда қазаннан тамақтың буы есберға шықпайды, карниз қағады, бу тарпа тартады, арғай жеке мұз арқылы далаға шығып кетеді. Келетін қонақтың көпшілігі соншалық бір қазанға ет асылып жатса, екінші қазанға қуырдақ қуырып бере береді. Енді бұл пештің өзі қазір осы музейдің бір жәдігер экспонат есебінде тұр. Жез күміс самаурындар, бұл Абай үйінің Абай заманының қолданылған шай құйылып ішілген самаурындары. Ресейдің Тула қаласында жасалған жез күмістен жасалған самаурындар. Ортадағы үлкен самаурын Абайдың 125 жылдық тойында Абай атындағы совхоздың еңбекшілерінің осы музейге берген сыйлығы. Қымыз дегене, қымыз апаратын ожау арқардың құлжасының мүйізінен жасалған ожау. Қымыз жүгі арналған ыдыстар тостаған. Енді оң жақтарыңызға қарасаңыздар 19 ғасырдағы қазақтың қолөнері ағашпен сүйек болған екен. Кебеже, аяқ, асадал барлығы да ағаштан жасалып, бет жақтары сүйекпен оюланған. Жай сүйек емес, ірі қараның, соның ішінде жылқының жақ жауырын сүйектерінен сонда жұқа сүйектерінен жасалған бет жақтары. Кебеже аяқ, ыдыс аяқ қоюға арналған кебеже, біреуге сақтаған сыбаға қарындағы май сүре ет сақталынады. Асадал ең шетте тұрған болған қант, кәмпит, тәтті дәмдер сақтаған. Қымыз дегене, қымыз сапыруға арналған ожау бүйрек ожау деп аталынады. Ағаш астау құрт езуге арналған ағаш ет табақ. Енді бұл 19 ғасырда қазақтың қолөнері. Бұл ас бөлмесі, келесі бөлмеге жоғары шығыңыздар. Бұл бөлмесі Абай Құнанбайұлының екінші бөлмесі, қонақ қабылдайтын бөлмесі. Енді ол кезде артық ауыз дүние, жимайт қыстақ жазда жайлау көшпенді оған себепті жерде оюлы сырмақ түрдегі. Сол сырмақтың үстінен құрақ көрпені жаятта құш асты шынтақтап жатып, малдас құрып отырып, келген қонақты жерде отырып қабылдай берген. Енді қазақтың қыз-келіншектерінің қолөнері. Пеш контрамарка үлгісінде салынған пеш, орыс пеші. Бұл пеш қазір осы музейдің бір жәдігері экспонаты есебінде тұр. Енді қаладан арнайы пеш шеберлерді алып, әр бөлмеге жылыту үшін жеке-жеке пеш салғызған. Қабырғадағы кілем парсының түкті кілемі. Абай Құнанбайұлының екінші әйел Әйгерімнің төркінен жасауымен келген кілем. Мұндай кілем ол кезде кім көрінгеннің қолына түспейді, қолдары жеткендерде ғана болған екен. Қобыз, қыл-қобыз деп аталған өте қасиетті қобыз. Абай Құнанбайұлының ауылдасы, Құнанбай Өскенбайұлының замандасы Шақар деген бақсының қобызы. Енді жаңағы ас бөлмеде көрген, қазіргі алдағы көретін экспонаттың жәдігердің бір талайын Абай Құнанбайұлы өзі көз тірісінде 1885 жылы Семейде өлкетану музейі ашылады. Сонда өз қолымен Құнанбай үйінің, өз үйінің 60-тан астам ескі дүниесін тапсырады. Сонда сақталып жаны қалған дүниелер бізге жету себебі сол. Бұл қобыз да сол дүниелеріміздің бірі. Қазақи төсек Абай Құнанбайұлының екінші әйел Әйгерімнің төркінен жасаумен келген төсек. Бұл төсектің екі пайдасы бар. Бірінші пайдасы ол кезде қазақ түйемен көшкен. Түйені өркешін кигізбен қаптайды да, үстінен төсекті қойып, үстінен жүкті жинап байлап тастайды. Екінші пайдасына төсектің екі баста көтеріліп тұр, орта шұңқыр. Үстіне жатқанда адамның бойында қан айналымы жақсы жүреді екен, бас пен аяқ бірдей деңгейде көтеріліп жатқанда. Бұл да төсек ағаштан жасалып, бет жақтары жаңағыдай жылқының жақ жауырын сүйектерінен сонда жұқа сүйектермен оюланған. Бұл төсектің жаңағыдай екі пайдасы бар. Енді медицина енді дәлелдеп жатыр, жаңағыдай үстіне жатқанда қан айналымын жақсы жүретінен қазақ сонау ерте кезден білген екен. Столдың үстіндегі ойындар, тоғызқұмалақ ойыны. Қойдың аяғында сирағынан мынандай сүйек болады, топайшақ деп аталынады, соның жасалған дойбы шашки. Абай атамыз осындай ойындарды жақсы ойнаған екен. Үйренем деушілерге үйретіп, ауылында арнайы жарыс ұйымдастырып, өз есебінен жүлде тағайындап отырған. Есеп шот. Абай Құнанбайұлы 1886 жылдан бастап қайтыс болатын уақытына дейін статистика бөліміне мүше болып тұрады. Жыл сайын, ай сайын тобықты елінің мал санын, жан санын есептеп жіберіп отырған. Сонда пайдаланған есеп шоты, тоғызқұмалақтың тастарын салуға арналған дорбасы, еріне салтын асфай атқан асфай салатын шақшасы мүйізден жасалған. Бұл қонақ бөлмесі. Енді бұл бөлмесі Абай Құнанбайұлының екінші қонақ қабылдайтын бөлмесі. Енді ол кезде артық ауыз дүние жимайт қыстақ жазда жайлау көшпенді болған себепті. Енді бұл сонда жаңағы қонақ бөлмеде келген қонақтарын қабылдап жатса, бұл екінші қонақ бөлмеде келген қонақтарына дастархан жайылып жатады. Сонда ортаңғы бөлмесі. Күміс ер-тоқым Абай Құнанбайұлына екінші әйелі Әйгерім ұзатылып келе жатқанда жорға атқа салып мініп келген ер-тоқым. Бұл ер-тоқымды Абай Құнанбайұлы өзі сыйлаған Әйгерімге неше аттың құнын беріп жатқан, таза күмістен жасалған, салмағы да баршылық ауыр. Қазір кездің аттар көтермейді дегенде болжам бар. Бұның әрбір шегесіне дейін күміс. Абай Құнанбайұлының жалпы дүниедегі ақ суреті ғана алған. Суретте ортада 51 жастағы кезі. Екі жағында екі әйелінен туған екі үлкен ұлы, Ақылбай Ділдадан туған, Тұрағұл Әйгерімнен туған ұлдары.
Құнанбай Өскенбайұлының Меккеден арнайы тапсырыспен тіккізіп киіп қайтқан тақиясы, беліне таққан белдігі күміс делінген болғандықтан кісе белбеу деп аталынады. Оң жақтарыңызға қарасаңыздар Абай Құнанбайұлының бәйбішесі Ділдәнің төркіннен жасаумен келген төсегі. Бәйбішесі Ділдә Қарқаралы өңірінің Белді би Алшынбай деген кісінің немересі болады. Бүкіл жасауын берген жасауының бетіне, кебеженің бетіне, асадалдың бетіне де, төсектің бетіне де жасыл тастардың орнында алтын асыл тастар болған екен. Қиын кездері, аласапыран кезде ұрланып, қазір жай тастармен шекленген. Бұл төсектің әрбір шегесіне дейін күміс. 3 ауызды мылтық Батыс Сібірдің генерал-майор барон Таубе 1890 жылы Абай Құнанбайұлына сыйлыққа берген мылтық. Мылтық беру деген үлкен құрметке жатады екен. Қасқырдың терісі Абай Құнанбайұлы аңшылықпен айналысқан. Жезлеген, жез құман Абай атамыз 40-нан шықпай тұрғанда шешесі Ұлжан осы легенге шомылдырған. Жездің қасиеті бұл күміс сияқты ішіне су құйылса, бұл автомат түрде дезинфекцияланады екен су. Пеш голланд үлгісіне салынған пеш, ағылшын пеші. Әр бөлмеде жылыту үшін жеке-жеке пеш салынған. Абай Құнанбайұлының ұлдары Ақылбай, Әбдірахман, Мағауия. Әбдірахман Санкт-Петербургте реальный училищені оқытудан, Тюменде оқытудан, Верныда қазіргі Алматыда әскери училищеде оқып жүрді. Сол жақта туберкулез ауруынан, құрт ауруынан 27 жасында қайтыс болады. Бұл кісі қыс айында қайтыс болады. Күн суық, жер Алматыға жерлетті, зираттың басына аманат деп жазып қойды. Көктем шығып, қар еріп, күн жылынғаннан кейін 3 паратты жеккізіп, ақтарба мен ошаққа алғызып, Құнанбай атамыздың жанына Ақшоққа қойғызған. Ақшоқы дегеніміз Семейден келе жатқанда оң қол жақтарыңызда қалды, осы жерге дейін 60 шақырым жер. 7 жылдан кейін Мағауия қайтыс болады. Мағауияның 40-ын беріп болған күні Абай атамыздың өзі қайтыс болады. Екі баласының қазасын көтере алмай құсадан. Енді Абай атамыздың 40-ын беріп болған күні түнгі сағат 12-де Ақылбай қайтыс болады. Сонда араларына 40 күннен салып отырған екен. Енді бұл кісілердің барлығы да жаңағы Ақшоқыда жерленген. Енді терезеден қарасаңыз, мына жақтың бәрі Шыңғыстау деп аталынады. Абай атамыз сол Шыңғыстаудың ішінде жайлауда Балашақпақ деген жерде қайтыс болады. Осы жерге дейін 60 шақырым жер. Ол кісіні апарып Ақшоқы Құнанбайдың жанына жерлемекші болады. Енді қазіргідей көлік жоқ, шілдайы, күн ыстық, ірі, тоқ тенелі болған кісі. Енді осы жерге дейін жүргеннің өзінде түн қысқа, жаздың күні 3 түн жүргізіп әзер жеткізеді, кигізге орап. Содан ақсақалдар ақылдаса келе осы жерге інісі Оспан жатыр, осы жерге қояйық деп осы жерде жату себебі сол. Келесі бөлмеге жоғары шығыңыздар. Ал енді бұл бөлмесі Абай Құнанбайұлының өзі оңашада ойын қорытып шығармашылықпен айналысқан жұмыс бөлмесі. Пеш контрамарка үлгісіне салынған пеш, орыс пеші. Бұл пеште осы музейдің қазір бір жәдігер есебінде тұр. Бұл контрамарканың бір қасиеті бір күн жақса жылуын бойына неше күн сақтайтын пеш. Қасқырдың терісі Абай Құнанбайұлы аңшылықпен де айналысқан. Абай Құнанбайұлының беліне таққан белдігі күміс делінген болғандықтан кісе белбеу деп аталынады. Үшшекті домбыра Абай Құнанбайұлының шәкірті Әлмағамбеттің домбырасы. Абай Құнанбайұлы өзі бастап, балалары, шәкірттері барлығы да үшшек домбыртқан. Бұл Абай атамыздың шәкірті жаңағы Әлмағамбеттің домбырасы. Мына төрде көріп тұрғандарыңыз өзінің отырған орындығы, жазу үстелі, кітап сөрелері, жұмсақ диван, сағат, айна, нағыз өзінің ұстаған, қолданған, пайдаланған дүниелері. Енді осы жерде отырып Абай Құнанбайұлының бүкіл өлең, аударма, қара сөздері жазылды деп айтсақ қателеспеген боламыз. Енді өзінің қолданған сиясауыты, қаламы, Мағауияға жазған хат араб тіліндегі. Шам кезінде ең жарық жанған шам 30-дық шам деп аталған, кезінде білтемен, маймен жанған шам. Осыған қарап отырып қазір андай шамдар жасалынды. Олар қазір тоқпен жанады. Кітап қоятын тақасы, алғашқы Құран, ұстаған қолданған дүниелері. Енді осы бөлмеде көріп тұрғандарыңыз. Шкафтың ішінде кітаптар, 5 тілде кітаптар, түрік, парсы, араб, өзбек, орыс тілдерінде кітаптар. Абай атамыз өзі 5 тіл білген. Өзінің оқыған, пайдаланған, қолмен ұстаған кітаптары. Бұл жұмыс бөлмесі. Енді бұл бөлмесі Абай Құнанбайұлының 3-ші әйелі Еркежанның бөлмесі, сонда жатын бөлмесі. Бәйбішесі Ділдә осы жерге 60 шақырым жер Арал төбе деген жерде жеке отау үйде тұрады. Екінші әйелі Әйгерім тағы да 60 шақырым жер Ақшоқы деген жерде жеке отау үйде тұрған. Бұл де жаңағы 3-ші әйелі Еркежанмен ғана өмірінің соңғы 10 жылын өткізген. Сонда Еркежанның бөлмесі. Еркежан шешейдің қолы ісмер болғанда өзі қолдан тіккен қыздарға арналған жеңіс киім камзол, қыздарға арналған бас киім құндыз бөрік деп аталған. Бет сүртуге арналған орамал, етек жағын кестілеп тіккен сүлгі деп аталған.
Әшекей бұйымдар Еркежан Шешейдің күміс білезіктер құйма күмістен жасалғандықтан сом білезік деп аталған. Кимешек жақтау жақ өңір деп аталған 999 пробадағы алтын. Қапсырма, түйме, моншақ, наусоларды салатын сандықшасы ағаштан жасалып сүйекпен оюланған, жаңағыдай жылқының жақ жауын сүйектермен оюланған. Сіздер бағандан бері көріп келе жатқан төсек, кебеже, кір шомбал барлығында Абай Құнанбайұлының тапсырысымен жергілікті қолөнер шеберлерін жасаған қолөнер бұйымдар 19 ғасырда қазақтың қолөнері. Еркежан Шешейдің төркінен жасаумен келген айнасы. Сандықтар Абайдың 150 жылдық тойында арнайы осы музейге сыйлыққа ең сандықтар. Ескі кезінің үстінен қарап жасалған сүйекпен оюланған. Абай Құнанбайұлының дүниеде қалған екінші сурет 58 жастағы кез 1900 жыл өткен суреті. Үшінші әйел Еркежан. Абай Құнанбайұлының ұлдары Тұрағұл, Мағауия, Ақылбайдың бауыры Әубәкір, Пәкизат, Әубәкірдің әйелі Камалия. Еркежан Оспаннан да Абай атамыздан да баласы болмаған себепті Ақылбайдың бауыры Әубәкір мен Пәкизат осы кісінің бауырында өскен. Осы қара шаңыраққа Абайдан кейін ие болып қалған осы Әубәкір. Әубәкірден үкімет бұл үйді конфискация жасап тартып алып, жан-жағынан есік шығарып үй қылып береді. Биік болған себепті түйе қамайтын қора қылады, магазин қылады, кітапхана қылады. Енді Абайдың 125 жылдық тойының қарсаңында ғана осы жөндеу жұмыстары жүргізіліп, осы қалыпқа келтірілген. Пәкизаттың басындағы бөрік үстіндегі капсул мына шынның ішінде тұрған киімдер. Еркежан Шешейдің төркінен жасаумен келген төсек орыны, төсек жаңағыдай ағаштан жасалып, бет жағы тағыда жылқының жақ жауын сүйектермен оюланған. Бұл төсектің де екі қасиеті бар. Бірінші пайдасы жаңағыдай көшке, түйе нөркешіне артуға ыңғайлы. Ол кезде қазақ қыстақ жазда жайлы көшпенді болған ғой. Екінші пайдасы денсаулыққа пайдалы. Үстіне шыққанда адамның бойында қан айналымы жақсы жүреді. Шымылдық, қазақ қыздарын ұзатқанда жасау ретінде қосымша шымылдықты да берген екен. Енді шымылдық дегеніміз бұл жас жұбайларға арналып, бір бұрышқа арналып тігіледі. Пердесін жауып қойса бір жеке бөлме есебінде. Абайдың 175 жылдық мерейтойына байланысты қайтадан жаңартылды, бірақ дәл осылай тігілген болатын. Қабырғадағы тұс кесте Еркежан Шешейдің төркінен жасаумен келген, әлі ешқандай өңдеуден, жаңартудан өткен жоқ, өз қалпын сақтап тұр. Өкісіне дейін, тұмарына дейін сол қалпында. Қазақтың қыз-келіншектерінің қолөнері. Бұл Еркежанның бөлмесі. Осы тұрған бөлмелеріміз шошала немесе тошала деп аталынатына, төрт бақан, адал бақан деп аталынады. Әдейі мынандай бұтақтары көп бақандар қойылады, олай қою себебі келетін қонақ көп, 5-6 ірі қара малды бір-ақ күнде сояды, еттер мүшелеп әрбір бұтаққа іледі. Бұларға сыймаса, мынандай сырғауылдарға іліп, тобылғы деген қызыл ағаш болды ғой, соны мына жерге жағып, есік терезені жауып түтінмен ұстайды. Салған ет әрі дәмді, одан ұзаққа сақталады. Сонда бұл жер ет сақтайтын жер. Ол кезде төбесі мынандай шыны емес, кигіз үйдің төбесі сияқты шаңырақ, оның үстінен түңлік болған. Керек уақытында ашылып, керек уақытында жабылып отырған. Енді күнделікті қазанға бауырсақ пісіріліп, ет асылған сайын түтіннің иісі сіңеді, ет одан сайын мейіздей дәмді болады. Қазан ошақ, күнделікті бауырсақ пісірген, ет асылған, шұмшуыр оттан шоғалуға арналған, жезлеген жез құман, үйде қанша қонақ отырса, сонша қонақты қол жуушыны орнынан тұрғызбайды. Бір жігіт леген ұстап, бір жігіт құман ұстап, орындарына қолдарына су құйып, қолдарын жуғыза берген. Мосы үш аяқты, жинайса бір таяқ сияқты көшке ыңғайлы зат. Қымыздың сабасы піспегімен, келі сап, тоз тары бидай түйеге арналған ыдыстар, кебеже, біреуге сақтаған сыбаға, қарындағы май, сүр, ет сақтауға арналған. Тұғыр, бүркіт қондыруға арналған. Енді аңшылықтан келгеннен кейін бүркіттің басына томағасын кигізеді, бір бұрышқа қойып, осы тұғырдың үстіне қондырып қояды. Шиті, бұтыра мылтықтар Абай Құнанбайұлы аңшылықпен айналысқан. Шиті мылтық, атқа салатын тұсамыз, үзеңгілер, диірмен, тас диірмен, бидайды тартып талқан жасауға арналған. Тесе немесе шот деп аталған, саптаяқ насыбай өтуге пайдаланды, қайрақ, қол шалғы шөп шабуға арналған, шоқпар, сол кездің қаруы, ол кезде барымта деген болған, бір ауылдың малын екінші ауыл барымталап қайырып әкетеді, сонда қару ретінде қолданған. Насыбайдың күлін салатын қалайсы, қасқыр қақпан, бұны сүйретпе қақпан деп атайды. Олай атау себебі аң түсіп қашып кеткен жағдайда да ауыр қорғасын із салып артынан барып ұстап алуға болады екен. Итаяқ ағаштан жасалған ағаш шелек Абай үйінің, Абай заманының қолданылған дүниелер, енді сіздердің көріп шыққандарыңыз. Енді есіктің алдында қорған сыртында кіндік тас бар. Дүниежүзінің ғалымдар спутниктен анықтаған. Сонда Еуропа мен Азияның кіндігі
ортасы осы жер болып белгіленген. Еуразия кеңістігінің кіндігі. Қай елге қарап тұр, сол жақта сол елдің тілінде қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, қытай тілі, 4 тілде жазылған. Ескі алында ат арбалар тұрған жер лапас деп аталынады. Келген қонақтар аттарын көлеңкелеп байлап қоюға арналған. Шынның ішіндегі тұрған ат арба Абайдың өзінің қалаға жүріп тұрған тарантас пәуеске арбасы. 3 ат жегуге арналған рессоры бар қазір заманда шет елдің көлігімен Мерседеспен бірдей деп айтамыз. Жанында шаруашылыққа шөп қитасуға арналған ат арбасы тұр. Енді қазіргі заманауи үлгідегі кіреберісте тач экран тұр. Абайдың өмірбаяны, шығармашылығы, шежіресі барлығы да соған орналасқан. Одан қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде мәлімет ала аласыздар. Енді біздің қолымыздағы барымыз осы. Мінекей Абай Шәкәрім мемориалдық кешеніне келдік. Мен осы жерге адаспасам, қателеспесем 2016-2017 жылдары келдім. Ол кезде мүлдем басқаша болатын. Өткен жылы Абай атамыздың 105 жылына орай мына жерде жөндеу жұмыстары жасалыпты, өте керемет. Қапталдағы мазарда Оспанның бәйбішесі Абайдың әмеңгері Еркежан жерленген дейді. Қазір сол мазарды барып көреміз. Мазардың сырты міне қапталған. Бұл әрине сол сақтап қалу үшін. Ал іші міне сол қаз қалпында тұр. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бұл кесенеде Абай Ибрахим Құнанбайұлы, кенже енесі Оспанмен және Шәкәрім Құдайбердіұлы өзінің ұлы Ахатпен жерленген. Мен Абай бабамыздың ағасы бір шешеден туатын атамыздың өлеңі бар. Атадан 6, анадан 4 жалғыздық көрер жерім жоқ деген. Сондағы анадан 4 Тәңір берді, Абай, Ысқақ, Оспан 4. Соның Тәңір бердісінен туатын Әзімбайдың шөбересімін. Енді бұл кесене 1995 жылы Абай атамыздың 150 жылдығына Назарбаевтың қолдауыменен президентіміздің тұңғыш елбасы дейді. Міне сол кісінің қолдауыменен мына кесене тұрғызылған. Бұл кесененің биіктігі жерден 5 метр. Өйткені мынау үлкен бейне судың кемесі, су кемесі сияқты бейнені бейнелейтін сондай бейнемен салынған. Енді Абай атамыздың мінекей күмбезі тұр, мына жақта Шәкәрім атамыздың күмбездері тұр. Міне сол 95 жылы салынғаннан былтырғы 2020 жылға дейін ешқандай жөндеу көрмей келіп еді. Былтыр 2020 жылы Даниял Ахметовтың бастауына қарата міне осы дүние қайтадан жаңартылды. Мына жердің бәрі қайтадан жасалды, мына дүниелердің бәрі. Мына қарап отырсаңыздар қазір қандай? Мынау бәрі көгалдандырылған. Ағаштары бар, түнде светтер жанып тұрады. Анау жердегі кіреберістегі Абай атамның қандай өлеңдерінің бәрі жаңағы анау дүниелер жазылып тұр. Келген адам әлгі әрбір өлеңдерін оқығанда сонша бір тебіреніске түсетін анық. Абай бабамыз бүкіл қазақты әлемге таныту керек болатын болса, міне осы бір дүниелер арқылы Абай атамызға жасалған құрмет деп ойлау керек. Осы құрметін жасалған дүниелерді ерекше болып тұратын болса, келген кісінің жүрегінде қалады. Керемет екен. Өйткені бүкіл әлемге қазақ халқын танытып тұрса, Абай атамды біз неге әспеттемеске? Қазір бұлай қарасаң, мына оң жағында тұрған дүние осы кесененің ішінде Абай менен Оспан атамыз жатыр. Екеуі бір қабірдің басын қатар. Арғыда Шәкәрім атам менен Шәкәрімнің баласы Ақат Ақсақал атамыз жатыр. Осы арада.
Мына жақта Еркежан анамыз жатыр. Абай атамның кейінгі 11 жыл бойы сол Еркежан екеуі мына Жидебайдың басында кейінгі бір өмірінің соңына дейін 11 жыл бірге оттасып отырған жерлері. Сондықтан міне Еркежанның мазары мына тұр. Алдарыңызда әлі көресіздер, міне жерде ұлы аналарымыз Зере Тоқбала Бектемірқызы деп жатамыз. Өзінің анасы, анамыз тікелей біздің мен тарайым сол кісіден Ұлжан Тұрпанқызы жатыр, анасы. Құдайберді ағасы жатыр. Мына жатқан Абай менен Оспан бабамыздың. Мына осыдан төмен 5 метр төмендікті екеуінің қабыры осының төмен астында. Мына қойылған құлыптас мұрамырдан. Енді мына көріп тұрсыңдар ғой, полдың өзі күн бейнені, жұлдыздар мен күннің бейнесін көрсетеді. Мына қабырғада тұрған, мына қатпар-қатпар кітаптың беті деп айтады. Атамыз енді ол ақын болғаннан кейін, жазылғаннан кейін, кітап жазғаннан кейін, мынау кітапты бейнелейді. Мына жоғарыда тұрған, анау 99 Алланың көркем есімі дейді. Міне, бірге де былай жазылғандар. Енді жоғары жағы нені бейнелейді? Уықтарды. Үйдің, қазақ үйдің уығы. Міне, осында бейнеменен салынған. Енді 150 жылдықта осы ашылған, осы сол бетінде тұр қазір. Содан кейін мына тұрған тақта Назарбаевтың мінекей әлгі 60 килограммдық 150 жылдықта ашылғанда кітапқа қол қойғанда мынау келтірген сөзі. Қазақ халқының киесі, ары мен намысы, ақылы менен жүрегі, ұлы Абайдың аруағына басым дейдім дейді. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Назарбаев Нұрсұлтан. Қазақтың зиратында 4 құлақ, 4 бұрышына зираттан қойылады. Мына сол құлақтарды бейнелейді мына бұрышындағы. Бірақ тәу өтіп келген адамдар қонамыз дейді, жатамыз дейді. Сонда анау ішінде кәдімгідей нар бар. Оның ішінде жаңа киіз төселген. Содан кейін жаңа матрас анау әкеп астына түсіп қонып жатады. Былтырғы жыл бір Шымкенттен мен өзім қатысып қалдым. Кеп тұр екен. Осылай тәу өтіп келдім, осында қонсам деп тұрмын деп. Содан ана жерден жаңағы постель мыналарын әкеп беріп қонып шықты. Сол енді жаңғыз ол емес. Кезінде Мұхтар Құл-Мұхамбет те қонған осында. Абай атамның жанына. Мұхтар Құл-Мұхамбет мен Абай атамды қай уақытта болса да 45 қара сөзін жатқа білем деді. Бір екіншіден Абай атам менің бағдаршамым деп жүреді. Мынау Шәкәрім атам менен баласы Ақаттың кесенесі. Оның биіктігі енді 37 метр. Ана Абай атамдікінен көріп 1,5 метрдей төмендік аласарығы бар. Енді сырты бейнесі екеуі бірдей, ешқандай не жоқ. Бұл енді Маңғыстаудың ақ тасы менен жасалған дүние, әппақ. Сонымен істелді. Енді ішкі жағында жүріңдер, көрсетейін. Мынау сыртта тұрған. Жаңа айттым ғой, зираттың құлағы секілді, келген адам, тәу өтіп келген адам ішіне кіріп жатуға болады. Сондай орын жасалған. Бейнелеген бағананда күн бейнесін көрдіңдір ғой, болды. Мына кісіде ондай жоқ. Содан кейін төбесіне қарасаңдар, мына төбе бәрі қараңғы түннің жұлдыздар ғана бейнелейді. Неге десеңдер, Шәкәрім атамыз атылды ғой, халық жауы болды, қараланды, жазықсыз қуғын сүргіндің құрбандары осы кісі. Енді 30 жыл қырқұдықта жатты. Ештеңесіз, Құрансыз тасталған. 61 жылы соны бір ақсақалымыз болған, о кезде жас жігіт екен,
міне Қабыштың Қарымқұлдың Қабышы деген ақсақал болған. Ол кісі өтіп кетті, қазір жоқ. Мен сол кісінің айтуыменен 61-ші жылы мына Ақат атам барып, Жәнібек деген жерде, ана Кереге таста, жайлауда. Сол жерден Жәнібектегі құдықтан қазып алған. Қазып тұрып, сонда атқаннан кейін әкелді де құдыққа тастағанда сол жүрелеп түскен бетінде отыр екен дейді. Ақат атам айтады. Солай сүйектерінің бәрін тазалап алған, содан әкеліп, осында 61-ші жыл қатын беріп, міне жерге әкеп жерлеген. Осы Ақат атамыз. Ақат атамыз енді өзі мұғалім, кейіннен осы мына музейдің директоры болды. Одан Семейдің музейінің директоры болды. Содан 1984 жылы бұл кісі қайтыс болды. Шәкәрім атамыздың енді сол Қырғұдықтан әкеп, сол 61-ші жыл ғана қатын түсіріліп Құран оқылды. Білесіңдер, қуғын сүргіндердің 37-ші жылға, 31-ден 37-ші жылға дейінгі қуғын сүргіндерді 58 жылса ақтады, 1958-де. Ақталып еді, артынан қайтадан жазып, бұл кісіні қаралап, қайта Қарасартовтардың ұрпақтары солай шығарды да, содан бұл кісі көмескіленіп қалып қойды көпке дейін. Егеменді ел болғаннан кейін ғана бұл кісі жарыққа шығып, кең тарап, содан кейін барып шықты. Міне соны қарасаңдар, мына төбеде тұрған бейне қай уақытта болса да атамыз қараланып, қара басып, ылғи қарағып, істерін оңға бастырмай, байдың тұқымы деген әңгіменен бұл кісі шықпай келді осы мына егеменді алғанға дейін. Бұл жерде Зере анамыз жатыр. Зере Матай қызы ғой негізі. Сондыша оқалы, зерлі болғаннан кейін Зере қойған, әйтпесе шынаты тоқ бала. Абай атамыздың ағасы Құдайберді жатыр. Ұлы анасы Зере анамыз жатыр. Өз негізгі анасы Ұлжан жатыр. Мұны былтырғы жылы қайтадан жаңартып, мұнаның бәрі жасалды. Мұнан қайтадан көмкөріп, мұналардың бәрі өзгерді, басқа несі тұр. Міне Құдайберді атамыз. Бұл кісі ертерек қайтыс болған. Көрдіңіздер ме? 37 жасында, мүшел жаста қайтыс болған кісі. Зере анамыздың жаңа атын атадым ғой, Тоқбала деп, мінекей. Зере. 1785 жыл туғанда, 1873 жыл қайтыс болған. Мына Ұлжан анамыз 1810 жыл туған екен, 1887 жыл қайтыс болған. Міне осы араға жерленген. Қартайды қай қойладық ұйқы сергек, ашуың ашығаны ойын кермек, мұңдасарға кісі жоқ сөзді қарлық, кім көңілді көтеріп бола бермек. Жас қартаймақ жоқ тумақ, туған өлмек, тағдыр жоқ өткен өмір қайта келмек. Басқан із көрген қызық артта қалар, бір Құдайдан басқаның бәрі өзгермек. Өрдік қойды не деген иттің көтін, жеп жүр қой біреуінің біребетін. Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда, көбінің сырты бүтін, іші түтін.